Құрметті қатындар мен мырзалар, сендермен бірге Тескуке. Бүгін біз жалынды өрт сөндірушілер бригадасы анимасын көреміз. Қызық комментарийлер видеоға шығады. Дәстүр бойынша ұртқа-құртлақтырыңдар. Жапония. Елде кенеттен адамдардың өздігінен жануы деп аталатын бір түрлі феномендер болып жатыр. Феноменнің нақты себептері белгісіз, бірақ оның құрбандары жанып тұрған құбыжықтарға айналады. Оларды инферналдар деп атайды. Ер адам метродағы вагондардың бірінде жанып кетеді. Адамдарды эвакуациялайды. Бірақ станцияда дәл дегенде Синра есімді жас курсант бар. Инфернал вагоннан шығып, жігіт онымен өзі шешуді ұйғарады. Сол уақытта станцияға өрт сөндірушілердің 8-ші арнайы жасағы секеңдеп келеді. Олар Синраны артқа тығып, инферналға қарай жылжиды. Манах әйел Айрис әпше инферналға айналған адамның жанын тыныштандыру үшін дұға оқиды. Жасақ мүшелері оған шабуылдауда. Капитан құбыжықтың ядро жүрегін жояды. Сол сәтте станцияның жылу қыздырғыштарының бірі жылынады. Синраның аяқтары жалына ағызады. Ол алға секіріп, Айристі оған қарай ұшқан қыздырғыштан құтқарады. Жігіт өзінің 8-ші жасақтың жаңа курсанты, 3-ші буынның отты жауынгері Синра Кусакаба екенін баяндайды. 8-ші жасақтың өрт сөндіру депосы ескі шіркеу ғимаратында орналасқан. Лейтенант есікті ашып, Синраны ішке кіргізеді. Пацанды Оби Акитару есімді арнайы 8-ші өрт сөндіру жасағының капитанына әкеледі. Капитан турникті аяғы жоғары көтеріліп асылып тұр. Лейтенанттың аты Хинава Такехиса. Капитан неге куәлікте суретте пацан бір түрлі күліп тұрғаны сұрайды. Синра қобалжыған кезде оның бетінде еріксіз осы зұлым күлкі пайда болатынын түсіндіреді. Капитан Оби балаға тесіліп қарайды. Ол жүйкесі жұқарып күледі. Капитан күліп, Синраның өрт сөндіру бөліміне қаһарман болу және адамдарды құтқару үшін қосылғанын біледі. Оби Акитару инферналдармен күресудегі ең маңызды нәрсе командалық жұмыс екенін түсіндіреді. Хинава Синраның жекесін зерттейді. Онда оған Ібіліс деген лақап өрт сөндіру академиясында берілгені жазылған. Қыздар Маки мен Айрис әпше общий душта жуынуда. Маки жаңа курсант туралы сұрақ қояды. Кейін Айрис әпше Синраға оны құтқарғаны үшін алғыс айтады. Ал Маки курсант оның тағдыры деп оған прикол ұстайды. Маки новичокқа өрт сөндіруші формасының белдіктерін келтіруге көмектеседі. Ал Синра оның жағымды дымқыл иісін байқайды. Капитан Оби бағыныштыларының алдында сөз сөйлейді. Олардың міндеті мен жұмысы өртпен күресу. Адамдарда өздігіне жану синдромының пайда болуы туралы ешкім білмейді. Синдром құрбандары жаны тынышталғанша күйіп жанатындар. Пирокинетиканың бірінші буыны инферналдар деп аталады. Өрт сөндірушілердің 8-ші арнайы жасағының міндеті қарапайым адамдарды және инферналдардың жандарын құтқару. Оларды о заманға жіберу арқылы. Синра міндетті түрде қаһарман боламын деп ойлайды. Түнде өрт сөндіру депосының жатақханасында Синра анасы мен інісін еске алады. Өртке қатысты оқиға орын алған. Соның салдарынан анасы мен інісі қайтыс болды. Әжесі бәріне Синраны кінәлады. Дәл сол кезде балада жүйкелік күлкі өріс алды. Сирена естіледі. Бұл аймақта жаңа инфернал табылғанын білдіреді. Капитан Оби өрт сөндірушінің киімін киіп, қарамағындағыларға өрттің шағын фабрикада басталғанын айтады. Инферналға айналған адам фабрика директорының әйелі. Біз капитан мен Айрис әпшенің өртті басқарудың арнайы күші жоқ екенін білеміз. Сонымен бірге лейтенант Хинава мен Маки 2-ші буын пирокинетиктері. Қосымша заттардың көмегімен жалынды басқара алатындар. Синра 3-ші буын пирокинетигі. Ондайлар өз денесінен от жасай алады. Капитан барлығына сіріңке қорабы кодтық аты бар өрт сөндіру БТРіне секіруді бұйырады. Хинава сиренаны қосып, броневик вызовқа сығады. Көлікте отқан Синра жүйкелі түрде күледі. Сол жерде қарапайым өрт сөндірушілер жұмыс істеуде. Штаб бастығы ғимараттың жоспарларын көрсетіп, капитан Оби мен лейтенант Хинаваға бұл инфернал аса қауіпті екенін түсіндіреді. Айрис апа фабрика директорына оның әйелінің жанын тыныштандыруға уәде береді. Синра анасының оған бала кезінде плащ жасаған есіне алады. Содан бала өзін супер қаһарман ретінде бейнелеп ойнады. 8-ші арнайы жасақ отқа оранған фабрика ғимаратына кіреді. Барлық жер от. Синра өзінің ауыр естеліктеріне батады. Маки оны ретке келтіруге тырысады. Ал капитан Оби өрт сөндірушілер ешқашан өздерінің адамдарын артта қалдырмайтын еске салады. Өрт сөндірушілердің киіміндегі көк шағылыстыратын жолақтар тізбектегі буындарды, достар мен жолдастарды білдіреді. Синраның жүзінде қисық күлкі пайда болады. Маки жолды босатып, от толқыны жас курсантты қабырғаға лақтырады.
Синра оның үйінің өртенгенін есіне алады, ал ішінде анасы мен інісі болған. Сол кезде адамдар өртке себепкер ол болды деп шешті. Бірақ Синра точно біледі, үйдегі жалынның ішінде басқа біреу болған. Сол күннен кейін бала ешқашан дұрыстап күле алмады. Ол лейтенант Хинаваның даусын естиді. Синра 5 минуттай талып жатқан. Капитан жасаққа шайқасқа дайындалуға бұйрық береді. Ол инферналдың назарын аударады, ал Синра мен Маки оның көзін жою керек. Лейтенант құбыжықты автоматпен атады, ал капитан оған балтамен атылады. Инфернал капитан Обиді жәрт етеді. Оған көмекке Маки жүгіріп келеді. Құбыжық ұшып кетеді. Синра анасына қаһарман боламын деп уәде бергенін есіне алады. Жүзінде ақ сүйі пайда болып, өкшелері от боп жанады. Айрис апа дұға оқиды, ал капитан Синраға ядроға дәлдеуді айғайлайды. Бала жылдамдатып секіреді. Инфернал жалынмен атады, бірақ Синра жалтарып, құбыжықтың кеудесін теуіп жібереді. Басқа өрт сөндірушілер өртеніп жатқан ғимараттың қалдықтарын сөндіреді. Айрис апа фабрика басшысына әйелінің жаны қауіпсіз жерде екенін түсіндіреді. Ол әйелін азаптан құтқарғаны үшін Синраға көз жасымен алғыс айтады. Көшедегі адамдар қуанып жатыр. Капитан Синраға қарайды. Бұл оның қаһарман болудағы алғашқы қадамы. 8-ші арнайы өрт сөндіру жасағының депо ғимаратына арқасында қылышы бар жас жігіт келеді. Оның аты Артур. Капитан Оби гантельдер көтеріп, Синраға өрт сөндіру курсанттары арасында өтетін алдағы жарыс туралы айтады. 8-ші арнайы жасақтан Синра және тағы бір научок қатысатын болады. Капитанның өзі жарысқа келіп, оларға қолдау көрсетуге уәде береді. Кейін Синра бала кезіндегі оқиғаларды есіне алады. Депоның дәлізінде оның алдынан Синраның бұрынғы қарсыласы Артур шығады. Пацандар академияда жүргеннен бері бір-бірін жек көреді. Олар параздам шығуға келіседі. Сол уақытта Маки мен Айрис әпше төбеделулі тұр. Маки оттан тірі отты шар жасайды. Спуттер есімді покемон. Бірақ ол екінші ұрпақтың пирокинетигі болғандықтан, ол алдымен сіріңке немесе оттық сияқты нәрсемен от жағуы керек. Содан кейін ғана ол жалынды басқара алатынын мойындайды. Төбеге Синра мен Артур жүгіріп келеді. Артур қылышын сабын алып атын айтады. Пацан өзін рыцарлардың патшасы санайды және Синра сияқты үшінші ұрпақ пирокинетигі. Артур қыздарды ханшайымдар деп атайды. Синра осы ақмақпен академияда бірге оқығанын айтады. Пацандар кім мықты, қаһармандар ма әлде рыцарлар ма деп дауласады. Төбеге лейтенант Хинава келеді. Ол спуттерді өзінің кофесімен сөндіреді. Лейтенант Макиге отпен ойнауға тыйым салады. Артур дөңгелек үстел басында барлық рыцарлар тең деп өзінің арсызданып ұстайды. Алдағы курсанттар сайысы қарсаңында Хинава Артур мен Синраның күшін көргісі келеді. Сол себепті ол Макиге олармен айқасуды бұйырады. Синра мен Артур күмәнданады, өйткені олардың алдында қыз ғой. Бірақ лейтенант Макидің тәжірибесі мол екеніне және екі шеголды оңай айыратынына сенімді. Қыз Синраға шапалақ береді. Ол жанып тұрған өкшесімен ұшып кетуге тырысады, бірақ Маки оларды от манипуляциясымен сөндіреді. Синра төмен құлап, соңғы сәтте аяғымен түседі. Хинава Айрис әпшеге үшінші буынның пирокинетиктері екінші буынға қарағанда күштірек екенін түсіндіреді. Сол себепті Синра мен Артур өзіне сенімді. Бірақ Маки сияқты жауынгерлік тәжірибелері жоқ. Артур өзінің қылышын Эскалибур деп атап, оған өзінің отты күшін бағыттап, содан ол плазмалық кескіш сияқты болып қалады. Маки оның соққыларына жалтарып, патшаның жағына дәлдеп тізесімен бір тебеді. Артур Маки мүлде ханшайым емес, огр деп айғайлайды. Оған арттан Синра секіреді. Макидің жүзі ашуға толады. Ол балалардың жалындарын отты покемондарға айналдырады. Хинава әлемде батырлар мен рыцарлар бар. Артур мен Синраның логикасын ұстанатын болсақ, онда Маки мыстан екен айтады. Қыз екі отты біріктіріп, үлкен өрт құбыжығын жасайды. Артур мен Синра олардан қайсысы берілді деп таласады. Лейтенант Хинава құбыжықты өрт сөндіргішпен сөндіреді. Капитан Оби Синра мен Артурды кафеге апарады. Онда пацандар лағманды кім тез жейді деп жарысады. Осыдан кейін олар өрт сөндіру депосына оралады. Өрт сөндірушілердің 8-ші арнайы жасағы жаттығу тирында жиналады. Онда Синра тип 7 деп аталатын өрт балтасын меңгереді. Балта киелі тікендермен атады. Артур оған мұндай прибамбастар керек емес екенін айтып мақтанады. Өзінің Эскалибурым ақ жеткілікті деп. Капитан әрбір вызов үшін өзіне 30 келі жабдық тиеу керектігін мойындайды. Сонымен бірге барлық өрт сөндіру жабдықтары техникалық қызмет көрсетуді қажет етеді. Онымен негізінен лейтенант Хинава айналысады. Сирена естіліп, Маки Инфернал Ирия аймағында байқалды деп айғайлайды. Өрт сөндірушілер тобы БТРға секіріп оқиға орнына қозғалады. Капитан Оби Инфернал тығыз тұрған ауданда табылғанын түсіндіреді. Ол Синраға тип 7-не береді. Оби барлығына қаруларын көпшілік алдында жарқылдатпауды бұйырады. Өйткені қарапайым адамдар үшін олар қарапайым өрт сөндірушілер.
Аймақ қоршауға алынып, аузын ашып жүрген адамдар жиналады. Көшеде қыз жылауда. 2 жыл бұрын анасы инферналға айналды, ал бүгін әкесі. Капитан бәрін тез әрі тыныш орындауды бұйырады. Синра мен Артур қаруларын шығарады. Содан Оби оларды шетке апарып ұрысады. Өйткені қоғамдық орындарда қару көрсетпеуді өтінді. Артур бұл туралы жазбаша нұсқаулар мен ережелер жоқ деп дауласады. Капитан олардың міндеті құрбандардың жанын босату екенін, ал бұл инферналарды өлтіру екенін айтады. Арнайы өрт сөндірушілердің арасында инферналдармен күрескенді ұнататындары да бар. Бірақ көбінесе олар құрбандардың жақындарының сезімін ойламайды. Капитан тағы да ескертеді. Ешқашан қаруды көпшілік алдында көрсетпеңдер, әйтпесе оның жасағында оларға орын жоқ. Көшеде зевакалардың арасында Джокер қаңғырып жүр. Ол какой-то порохты пайдаланады. Содан ауада күлімсіреген отты күлкі пайда болады. Оби үйге кіруді бұйырады. Ішінде стөл басында инфернал отыр. Ол жай ғана отыр, ештеңе істемей. Ол ескі өмірімен қоштасқысы келмейтіндей шабуыл жасамайды, от жақпайды. Артур басаман өз қолына алып капитаннан инферналды аяқтауға рұқсат сұрайды. Синра күмәнданады, өйткені мужик жаман ештеңе істемеді. Артур ер адам нереально азапты бастан кешіріп жатыр, оны тез арада тоқтату керек деп айғайлайды. Оби Айрис әпшеге дұға оқуды бұйырады. Артур инферналға арт жағына жақындап, оған қылыш тығады. Кенет үйдің қабырғалары алдымен порохпен, кейін жалынға оранады. Капитан барлығының сыртқа жүгіруді бұйырады, және төбенің бір бөлігі қирап, оның арқасына құлайды. Көшеде бәрін Джокер бақылап отыр. Өрт сөндірушілер Обиді қоршап алады. Қинап районда тағы біреу болды деп болжайды. Артур қылышын жасырады. Көшеде қыз жылап жатыр, өйткені ата-анасының екеуі де қайтыс болды. Оби оған отбасылық суретін беріп, әкесінің отты ерлікпен қабылдап жеңгенін түсіндіреді. Енді оның жаны тыныштықта болады. Қыз жылайды, ал өрт сөндірушілер кетіп қалады. Синра күйініш пен өкінішті сезеді. Түнде Синра мен Артур ұйықтай алмайды. Олардан кім күшті және мәртебелі деп жалғастырады. Солай достар, егер сендерге біздің видеоларымызды ұнаса, лайктар қойып, комменттер жазыңдар. Қазақша контентті қолдаңдар. Көргендеріңе рахмет.